Сәлем достар, бүгін сіздермен кафедегі бургерден дым айырмашылығы жоқ, асып түспесе кем болмайтын үй жағдайында бургер жасайтын боламыз. Бургердің булочкасын алдыңғы видеода жасаған болатынмын, менің каналымнан таба аласыздар. Описанияға сілтемесін тастап кетемін. Енді біздер оның котлетін дайындайтын боламыз. Ол үшін осылай фаршқа тұз бұрышын қосып, жақсылап араластырып, осындай бөліктерге бөліп формаға келтіретін боламыз. Кейін оны мұздатқышқа 20-30 минутқа қойып қоямыз. 30 минуттан кейін мұздатқыштан шығарып, майымызды алдын ала қыздырып алып, екі жағы қызарғанша жақсылап орташа отта пісіреміз. Алдын ала дайындалған булочкаларымыздың ортасынан осылай кесіп, оны табаға екі бетін қызартып алатын боламыз. Бургерге қажетті заттардың барлығын алдын ала осылай дайындап турап алыңыздар. Және де достар, менде бұл жерде дайын соус, сіздер оны өздеріңіз жасасаңыздар да болады. Енді бургерді жасау үшін осылай соусты жақсылап жағып шығамыз. Одан кейін салат жапырағын қойып, үстіне котлетін қоямыз. Және де помидорымызды, пиязымызды қойып шығамыз. Негізінен пияз міндетті емес, бірақ пиязбен өте дәмді болып шығады. Және де сыр да бұл жерде арнайы осы бургерге арналған сыр болып табылады. Барлығын осылай қойып шығамыз да, үстінен екінші булочкамызды қоямыз. Оған да соусты міндетті түрде жағасыздар. Мінекей осылай әп-сәтте үй жағдайында бургер дайындап шығасыздар. Ешқандай да күмәнсіз ас болсын.